сіздермен импровизация ойынын сергіту сәтін жүргіземіз. Сол себепті маған бір жеті ұстаз керек. Шықсаңыздар. Таратылады. Осы масканың кейіпкерін анықтап қарап алыңыздар. Қазір біз сіздермен айтам, сіздер сол кезде сол эмоцияға беріліп, өздеріңіздің рөлдеріңізді сомдауларыңыз керек. Бір күні жалмауыз кемпір орманда келе жатып, арыстандай айбатты тышқанға жолықты. Тышқан жалмауыз кемпірге ашуланып келіп былай дейді: Жалмауыз кемпір, не істеп жүрсің? Ол сөзді естіген жалмауыз кемпір қарқылдап күледі де былай жауап қайтарады: Орманда хандарды аңдып жүрмін. Жалмауыз кемпір әрі қарай өз жөнімен жүре береді. Алдынан жылап тұрған аю шығады. Жалмауыз кемпір, мені құтқаршы. Оны естіген жалмауыз кемпір басын шайқайды да қолын бір сілтеп кетіп қалады. Сырттан бақылап тұрған түлкі қоянға жүгіріп барып, ентігіп тұрып былай дейді: Қоян, сен білесің бе, жаңа аю жалмауыз кемпірді қуып жіберді. Қоян сасқанынан түлкіден қорқып, кірпіге қарайды. Қоян қорыққанынан кірпінің артына тығылып, түлкіге былай дейді: Түлкі, мен бәрінен қорқам. Бұны естіген кірпі екеуіне: Екеуің де қорқпаңдар, жалмауыз кемпір де кетті, түлкі де кетеді. Сөйтіп, жануарлар өз жауаптарына толық қанағатты бола алмай, барлығы достық жеңді деп жан-жаққа тарап кетті.